Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым? 1-тоқсанның аяғында мен дүниетану пәні бойынша БЖБ-ны уақытысында жариялай алмадым каналыма. Енді кеш болса да, әлі де биыл 2022-2023 оқу жылы біткеннен кейін келесі жылғы оқу жылында да осы дүниетану бойынша БЖБ керек болады деп ойлаймын. Бастауыш сынып мұғалімдеріне. Сондықтан 2-ші сыныптағы дүниетану пәні бойынша БЖБ ұсынамын. Мен өзімді таныстыра кетейін. Салтанат Молдабекова, Жетісу облысында бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істеймін. Бұл менің каналым. Салтанат Нұрекеқызы деген каналым. Менің осы каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Және қазір мен осы видеоның жоғар жағына өзімнің телефонымды тастап кетемін. Дүниетану пәні бойынша, басқа да пәндер бойынша БЖБ керек болса, хабарлассаңыздар болады. 2-ші сыныпта дүниетану пәні бойынша 1-тоқсанда қорытынды баға шығарылмайды, тек қана бір БЖБ алынады, өздеріңіз білесіздер. Және ол кезім туралы және менің отбасым, достарым деген 2 бөлімді аяқтаймыз. 1-тоқсанның аяғында сол бойынша мынандай БЖБ тапсырмалар алдым. Енді бұл жерде менде оқу мақсаттары, 3 оқу мақсаты, дерек көздерді танып білу негізінде жалпы қабылданған этикалық ережелерді білу. Ол қоғамда қабылданған әдептерді, ережелерді білуге арналған оқу мақсаты. 2-ші мысалдар негізінде отбасы жайлы түсіндіру деген оқу мақсатын алдым. Ол бағалау критерийі бойынша отбасылық құндылықтар туралы оқушы қарапайым сұрақтарға жауап бере біледі. Және 3-ші 2-1-5-1 өз өмірінің мысалы негізінде құқық, міндет, жауапкершілік дегендердің не екенін ажырата білу керек. Сол бойынша 3-ші бағалау критерийі өз өмірінің мысалы негізінде құқықтар туралы айтып біледі деп осындай 3 бағалау критерийін алдым. Ол 3 бағалау критерийі менде міне бағалау парағында көрсетілген, міне. 1-ші бағалау критерийі, міне 2-ші бағалау критерийі және міне жаңағы мен айтқан 3-ші бағалау критерийі. Енді, құрметті әріптестер, осы бойынша сұрақты қалай құрастырдым? 1-ші суреттерге мұқият қара. Суреттегі мысалдарда балалар қандай әдептілік ережелерін сақтады? Мына жерге бос орынға жазу керек. 1-шісінде үлкендерге орын берді. 2-шісінде сәлем десті. Үлкендерге, жалпы адамдарға сәлемдесу. Бағалау критерийінде ол дескрипторда былай көрсетілген. Сурет бойынша 1-ші әдептілік ережесін жазады, үлкендерге орын беру. Сурет бойынша 2-ші әдептілік ережесін жазады, үлкендермен сәлемдесу. Бұл 1-ші тапсырманың 2 сурет бойынша жауаптары осындай болу керек. Бағалау критерийі осындай болу керек. Және осы 1-ші тапсырманың сұрағы, тағы бір сұрағы, ережені толықтырып жазу керек. Мен енді көбінесе осы бағалау бөлім бойынша бағалауларымда білесіздер, толықтыру диктантын алғанды ұнатамын. Өйткені балалар мәтінді оқыған кезде соның ішіндегі ең негізгі мәтіннің түйінін еске сақтап қалғандарын талап етемін де, және БЖБ бойынша сондай тапсырма беремін. Мысалы, қоғамдық орындарда өзін-өзі дұрыс ұстау ережелері деп аталады деп тұр. Мына ұзын сызықшаның орнына бала жазу керек. Әдептілік ережелері деп аталады деп толықтыру керек. Егер осы жерде осыны дұрыс жазса, онда 1 балл береміз. Сонымен 1-ші тапсырма бойынша 3 балл. 2-ші отбасы құндылықтары туралы қарапайым сұрақтарға жауап береді деген бағалау критерийіне мен балаларға 4 тест түріндегі сұрақ бердім. 1-ші, кез келген адамның өз болады. Несі болуы мүмкін? Суреті бола ма, отбасы бола ма, өз атасы бола ма? Міне, дұрыс жауабы кез келген адамның өз отбасы болады. Келесі, отбасын азық-түлікпен, керек нәрселермен қамтамасыз ету үшін отбасында үлкендер не істейді? Үлкендер ойнайды ма, үлкендер ұйықтайды ма, үлкендер еңбек етеді ма? Дұрыс жауабы әрине үлкендер еңбек етеді деп бала жазу керек. Тесттің 3-ші сұрағы
біз ата-бабамыздан тараған балалармыз. А нұсқасы, Ә нұсқасы ұрпақпыз. Б нұсқасы біз ата-бабадан тараған кісілерміз. Негізінде біз ата-бабадан тараған ұрпақпыз. Дұрыс жауап болу керек, себебі біздің өткен дүниетануда осы отбасы құндылықтары деген тақырыпта осындай ірі жазумен тақырыпша сияқты қылып жазып қойған. Біз ата-бабадан тараған ұрпақпыз деген сөйлем бар. Сондықтан мына дұрыс жауабы ұрпақпыз. Және жас ұрпақ үлкендерден не алуы мүмкін? Жас ұрпақ үлкендерден су алады ма? Жас ұрпақ үлкендерден тамақ алады ма? Жас ұрпақ үлкендерден тәрбие алады ма? Әрине, жас ұрпақ үлкендерден тәрбие алады. Екінші тапсырманың тест түріндегі сұрақтары осындай болды, жауаптарын айттым. Енді бағалау критерий бойынша дескрипторына қарай салайық. Бұл жерде бірінші сұрақтың дұрыс жауабын таңдайды. Кез келген адамның отбасы болу керек. Екінші сұрақтың дұрыс жауап нұсқасын таңдайды. Отбасында үлкендер еңбек ету керек. Үшінші сұрақтың дұрыс жауап нұсқасын таңдайды. Біз ата-бабамыздан тараған ұрпақпыз деп көрсету керек. Және төртінші сұрақтың дұрыс жауап нұсқасын таңдайды. Ол жас ұрпақ үлкендерден тәрбие алады деген кезде, міне екінші тапсырманың, екінші бағалау критерийдің дескрипторлары бойынша 4 балл алады. Яғни тесттің 4 сұрағы бойынша 1 балл алады. Сонымен біріншісінде 3 балл, мынада 4 балл, 7 балл болды. Енді үшінші сұраққа тапсырмаға тоқталайық. Бізде БЖБ-ның үшінші сұрағы сенің қандай құқықтарың бар? Суреттің астына жаз. Яғни сен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде кішкентай бала болсаң да, сенің қандай құқықтарың бар дегенде, баланың кітапқа өрмелеп, басқышпен өрмелеп баласқан суретіне қарап, менің тегін білім алуға құқығым бар деп жазу керек мына жерге. Екінші, менің дәрігерге қаралып жатыр, бала, менің денсаулығымды нығайтуға, сақтауға құқығым бар. Және ең соңғы сұрақ, мына екі жағында ата-анасы баласын қоршап тұр деген сияқты суретке, енді символикалық суретке бұл жерде менің ата-анамның қамқорлығында болуға құқығым бар деп әрқайсысына біреу жазу керек. Сонымен өз өмірінің мысалы негізінде құқықтар туралы айтып береді деген бағалау критерийінің дескрипторы: бірінші, тегін алуға құқығым бар, жаңа айтып кеттім. Екінші, денсаулығымды нығайтуға, сақтауға құқығым бар, және ата-анамның қамқорлығында болуға құқығым бар деп үш сұраққа жауап береді. Сонымен жалпы 10 балл алады. Құрметті менің әріптестерім, мен сіздерге көрсеткен бұл БЖБ дүниетану 1-тоқсан бойынша. Егер осындай БЖБ жұмыстар қажет болса, маған хабарлассаңыздар болады. Мен қазір тағы да телефон номерімді тастап кетемін. Жаңа видеомның басында да қойып кеттім телефон номерін. Мен сіздермен бөлісуге дайынмын. Қажеттеріңізге пайдаланыңыздар, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркеліп жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Осымен мен видеом аяқталды. Сау болыңыздар.